Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, егер ұлт болам десең, тіліңді жоғалтпа. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады дейді. Сондықтан біз әрдайым өз тілімізді құрметтеп. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын келін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат рақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші одан деген, Құдай деген кім десе одан дерек. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ енді одан бер. Түтін түтер көз үргі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес, оқ сұрасаң менен. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратам ба? 3 күн нұрын төгеді аспанында, атырау алқайырға алатам. English language is the best in it for me is best, but the language is so nice in it, they eat my heart. Мен қазақпын, өз тілімді білмесем, өз елімде жарқырап, еркін сөйлеп жүрмесем, құт мекенім қасиетті ата-баба жерінде, нағыз қорлық деп білем, өзге тілдер тілдесем. Ана тілдің қасиетін айта білген түсінер, өз тілінде сөйлейді өмір көрген кісілер. Жойған күні тіліңді жойылады қазақта, жол білген адамдар құлдыққа да түсірер. Мәнсап үшін өз тілін құрбан еткен адамдар, басқа тілді қастерлет, ана тілін жамандар. Ондай жандар ортадан аулақ болса, сол дұрыс қазақшылар өз еліміздің патриоты болып, өз тілімізді ардақтай білейік.